Екі дос Алманияның бір қаласында көшеде келе жатады. Жаңбыр жауып тұр. Намаз уақыты келген. Оны оқуға жағдайы жоқ, бар жер су. Амал жоқ, католик шіркеуінің есігін қағады. Алдарынан шыққан поптан кіріп намаз оқып алуға рұқсат сұрайды. Ол келіседі. Айналаның бәрі сурет. Қайда намаз оқырын білмей тұрған жігіттерге поп жақындап келіп, жайнамаздарың бар ма деп сұрайды. Жоқ екенін білген соң, онда менікін алыңдар деп өзінікін ұсынады. Қазақтар аң-таң. Сіз намаз оқушы ма едіңіз? Әрине. Онда бұл жерде неғып жүрсіз? Күн көріс үшін ғой деп ыңғайсыздана күліпті шіркеу қызметкері. Осыған ұқсас тағы бір әңгіме естігем. Бір шіркеу қызметкері операцияға түсейін деп жатып, бірдеңе деп күбірлей беріпті. Мұсылман хирург әуелгіде оны өздерінің дұғасын айтып жатқан шығар деп ойлапты. Кейін басқаша, поп Құрандағы аятул курсиді зуылдатып тұрып қайталайды дейді. Хирург таңғалып, сіз мұсылмансыз ба деп сұрайды. Оған пациенті, операция деген оңай емес қой, олай-бұлай болып кетсем кім біледі депті. Әшейінде адамдар аталарының ақидасында болғысы келеді, ал жаны мұрнының ұшына келгенде ақиқатқа қарай бұрылады. Орыстар о выпадающем самолете атеистік не бывает деп бекер айтпаған ғой.